мансап құмар болмау. Мысыр патшасы Жүсіпті алып келіңдер, оны өзімнің сенімді серігіме айналдырамын деді. Жүсіп алдына келіп онымен сөйлескен соң, Жүсіптің ерекше парасатты жан екеніне көзі жетіп, сен бүгін біздің алдымызда мәртебелі әрі сенімді адам болдың деді. Сонда Жүсіп, ендеше мені осы ел қазынасының басшысы етіп қойыңыз, өйткені мен қазынаны басқару ісін, әрі оны сақтауды жақсы білемін деп айтты. Жүсіп сүресі 54-55 аяттар. Міне осынау ақырет тұрағын жер бетінде шектен шығып асып тасуды және бұзақылық жасауды қаламайтындарға нәсіп етеміз. Ақтық, яғни нағыз жетістік тақуалардың еншісінде. Қасас сүресі 83 аят. Абдуррахман ибн Сәмура, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам маған: «Әй Абдуррахман ибн Сәмура, өздігіңнен билікке ұмтылма. Егер саған билік сұрамай-ақ берілсе, сол істе Аллахтың қолдауын табасың. Ал егер оны өзің сұрап алсаң, бүкіл жауапкершілігі мойның артылады. Сондай-ақ егер қандайда бір іске қатысты ант ішіп, кейін одан да қайырлысын көрсең, антыңды бұзып, өтемін төлеп, қайырлы болған істі таңда деп өсиет айтты» деген. Бұхари Ахкам 5, Әйман 1, Мүслим Әйман 19, Имара 13. Әбу Зәр, Алла оған разы болсын. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам маған: «Уа Әбу Зәр, сенің әлсіз екеніңді анық байқаймын. Өзімен етілесем саған да сөзсіз соны тілеймін. Сондықтан ешқашан екі адамға болса да басшы болма, әрі жетімге тиесілі дүние мүліктің жауапкершілігін мойныңа алма» деп айтты делінген. Мүслим Имара 17. Әбу Зәр, Алла оған разы болсын. Бірде мен: «Уа Аллахтың елшісі, маған бір басшылық қызмет берсеңіз болмас па еді?» деп өтініш жасағанымда ол иығымнан қақты да: «Әй Әбу Зәр, сен шынымен де әлсізсің, бұл міндетті атқара алмайсың. Расында басшылық мойынға жүктелген аманат. Сондай-ақ ол қиямет күні ісіне салғырт қараған немесе билігін асыра сілтеген басшыны масқара қылып опық жегізеді. Алайда басшылық қызметке лайық болып, міндетін мінсіз, адал атқарғандардың жөні бөлек» деп айтты деген. Мүслим Имара 16.